Экокүзет. Бүгін бізде қалай ютубқа не видео түсіреді, қалай монтаждайды, сол жайлы айтатын боламын. Бірінші монтаждау несін айта кетейік. Бірінші мен экранға шығарамын екі нәрсені, біреу фото не істеуге алуға, ал біреуі монтаждауға. Ал не видеоға келсек, не түсіруге, қандай видео дегендей, мысалға неге қызығасыз. Бірінші Let's Play ойындар деген сияқты бір видео түсіресіз. Сол бірінші қаралым көп жинаса, сол видеоны қайтадан екінші бөлім қылып шығара бересіз. Мысалға Майнкрафт сондай бөлім болып созылады, ол қызық адамдарға, сосын ол көп қаралым жинайды. Ал екінші, өзің блог түсірсең, мысалға 24 сағат кухняда, 24 сағат спальняде, 24 сағат машинада, сол сияқты, және де 24 сағат өмірім деген сияқты сондай нелер түсірсең болады. Ал үшінші, андай неда, өзің қандай нәрсе істей аласың, боксқа қатысасың ба, или велосипедпен не істей аласың ба, сондайлар істейсің. Сол сияқты, или монтаж жасай аласың ба, соны түсіресің. Сол сияқты монтажбен мультфильм ойнап табасың ба, сондай да. Нұрлан Қаламның андай мультфильмдері. Сондай достар. Сосын мен кешірім сұраймын ұзақ уақытқа жоқ болып кеткеніме, өйткені телефоным сынып қалды. Үйде менде ақша жинау көп болып кетті. Сосын достар, айта кетемін, оразаларыңыз қабыл болсын. Мен де қазір ұстап отырмын, осымен 2 рет болды. Енді сіздерге жақсы тілек тілеймін. Осы видеома лайк басып қойдыңыздар. Сіздер үшін тырысам. Енді мен қалай монтаждау деп ойлайсыздар ма? Ондай болса келесі видеоға қалай телефонмен монтаждауды деген видео салам. Ал ол үшін сіздер маған бір 5-2 лайктан жинап тастаңыздар, сосын несін шығарам, қалай телефонмен монтаж жасайды деп. Сосын достар, айта кетерім, бірінші очередь мысалға кішкене ақаулар болып қалады ғой, менде көп болды. Бір видео дайындап қойған жаңелде, бірақ соның дауысы шықпай қалған. Сондай нәрселерді бірінші өздеріңіз тексеріп алуларыңыз керек. Сосын соны тексеріп барып салуларыңыз керек. Мен сияқты айтпасам, не істейсіздер, өкінесіздер. Мен содан желанием қашып кетті. Сондай достар, бірінші тексеріп алуларыңыз керек сіздер. Айтпасам, сіздер қиналып қаласыздар. Бірінші, сосын тақырыпты ойлап табу керек. Сол тақырып қызықтау болу керек, андай қызықтыратын. Мысалға мен қазір қалай ютуб түсіруге болады деп салдым ғой. Сол қызырақ та, мысалға қалай мен ютуб түсіремін деген сияқты, содан іздеуге болады ютубтан. Сол сияқты сондай тақырып қызықтыратын болу керек. Сосын монтажды да қосу керек. Или біреуге монтаж ақшамен істетесіңдер, или өздерің істейсіңдер. Бірінші, сосын достар, шұқылау керек әр нәрсені, бірақ дұрыстап оқып барып шұқылаңыздар, бірдеңе бұзып алуларыңыз мүмкін. Мен қанша шұқыладым да өзім монтаж істей алатын болдым. Достар, және де айта кетерім, мен
Түркістанда тұрамын. Өз басым сол жаңа қалаға көшіп келдім. Түркістанда тұратындар біледі. Сол жаңа қала деген білмейтіндер домда. Андай домдар ғой. Домы көп аудандар. Кейін сол жайлы түсіріп кетемін. Түсіргенде андай үйімді көрсетемін да кейін. Сосын балкон жақта көрсетемін. Міне балкон. Сол достар, енді сау болыңыздар достар. Сіздермен болған видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.